Аяқ-қолдың мұздауы қандай дерттен дерек береді? Жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, бұл белгілі бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен дертке шипа арнасы сіздердің көмектеріңіз болып тұр. Мен өзіме осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жеткізуге мақсат қойып едім. Сол мақсатыма жету үшін біздің каналда 96% адамдар арнаға тіркеліс қарайды екен. Егер сол видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің оп-оңай болмаш қана әрекетіңіз бізді қуантады. Алдын ала рахмет. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз. Ал қолға қолғап киеміз немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жылы 12 аяқ-қолын мұздап жүретіндер қайтпек. Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салып, булау жасасаңыз жеткілікті. Ал жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгілі бір қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Қимыл қозғалысының аздығы. Иә, әсіресе бір орында отырып жұмыс істеу аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалысының аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Аяқтың үсуі. Егер өміріңізде бір рет аяғыңызды үсік шалған болса, оның қалпына келу ұзақ уақытты талап етеді. Салдарынан аяғыңыз біраз уақыт мұздап жүреді. Үнемі диета ұстау. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Дәрі қабылдау. Анда-санда ауырып қалып дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыздар, дәрісіз күн өтпейтін науқастар немесе қандай да бір дәреге, мысалы, іс жүргізу, ағзаны тазалау, ұйқы шақыру, жүктіліктен сақтану демекші, тәуелділіктің салдарынан ақ аяқ-қол мұздай бастайды. Тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мысалы, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұқсан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан онда тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі ас бірігіп кетеді де, түскі ас бесін уақытына ауысады, ал кешкі асқа түннің бір уағында отырасыз. Міне бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады және аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Шылым шегу жалпы жақсы қасиет емес. Десе де қызығушылықпен басталған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке алып келеді. Күніне 1-2 тал темекіден келетін қауіп аз болар. Алайда бір күнде бір қорапты көрдім-білдім демейтіндер үшін өте қауіпті. Ендігінде аяқ-қолдың мұздауына мына аурулар да себеп болады. Қан диабеті. Бұл аурудың адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Қан аздық. Өздеріңіз білетіндей, гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдануын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ-қол мұздайды. Тұғындалған эндоартерит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлар мен күре тамырдың тарылуы арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяқ ауырады. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, дерттің асқынғанын айғақтайды. Артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап шығады. Жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда қан айналымда зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етуі мүмкін. Қалқанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Оған қоса есе сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды.
Ішек-құрт аяқ-қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ-қолдың мұздауына алып келеді. Сонымен бұл дерттерді үй жағдайында емдеуге болмайды. Міндетті түрде себебін анықтап алу керек. Ал егер суықтан, мұздай суға шомылғаннан немесе салқын суға қолыңызды ұзақ жуғаннан аяқ-қол мұздап бастаса, онда мына әдістермен емдеуге болады. Массаж. Кез келген эфир майына зімбір, таршын немесе ұнтақталған қара бұрыш қосып, аяқ-қолыңызға жағасыз. Саусақтарыңызбен баяу қимылмен уқалап массаж жасағаныңыз дұрыс. Булау. Кеңдеу ыдысқа қол күйметіндей 1,5-2 литр су құясыз. Оған жарты келі теңіз тұзын, 2 ас қасық сүтпен, 2-3 тамшы күлшетін, розмарин майын араластырыңыз. Осы суға аяғыңыз бен қолыңызды салып, 20-25 минут отырасыз. Сосын аяқ-қолдарыңызды қорғатып, сүртіп крем жағыңыз. Аяғыңызды жылы шұлықпен киюді ұмытпаңыз. Жаттығу. Міндетті түрде велосипед жаттығуын жасаңыз. Ол үшін шалқаңызбен жатасыз, 2 аяғыңызды кезек-кезек бүгіп жасасыз. Осылайша 5-6 минут жасасаңыз жеткілікті. Қарама-қарсы булау. Аяқ-қолды жылытып, ағзаны шынықтыратын керемет әдіс. Емді үзбей жүргізсеңіз, бір емес, бірнеше аурудан айығатыныңызға сеніңіз. Нақтырақ айтқанда, аяқ-қолдың мұздауын тоқтатады, тамырдың жұмысын жақсартады, қан айналымды реттейді, аяқтың саулығын арттырады. Ол үшін 2 бірдей ыдыс аласыз. Біреуіне 30-35 градус, екіншісіне 12-15 градус су құясыз. 2 ыдысқа кезек-кезек аяқ-қолыңызды саласыз. Ем 20-25 минут жүргізілуі керек. 3-5 минуттай жылы суға, 10 секунд салқын суға саласыз. Емді күніне 5-6 рет қайталасаңыз болады. Емнен соң аяқ-қолды қорғатып сүртіп, жылы шұлық киюді ұмытпаңыз. Ескеріңіз, бұл емді варикозы барларға жасауға болмайды. Одан бөлек тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Мейлінше С дәруменің қайнар көзі болып табылатын кивиді, қарақаратты, апельсинді жиі жеңіз. Бұл қанның ұюын болдырмайды. Ал жіңішке қан тамырлардың жағдайын жақсартқыңыз келсе, шекілдеуік пен жаңғақты көбірек тұтыныңыз. Ағзаны темірге байытқыңыз келсе, қара өрік, жұмыртқаның сары-уызы мен алманы үзбеңіз. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз. Спортпен шұғылданыңыз. Жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Кофенің орнын ыстық шаймен немесе шөп шаймен алмастырыңыз. Ең маңыздысы, әрі негізгісі, аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Аяқты қыспайтын, терлетпейтін болу керек. Жайлы аяқ киім жанның рахаты, әрі қанның дұрыс айналуына септігін тигізеді. Міне ардақты оқырман, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылғаныңыз дұрыс. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қабылдасаңыз, жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпағаныңыз жөн. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін басыңыз. Каналымда бұдан да қызықты ақпараттар болуына сенімдімін. Келесі видеоларда көріскенше. Рахмет, ауырмаңыздар.